Қасым-Жомарт Тоқаев президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары Дархан Сатыбалдыны қабылдады. Президент кездесу барысында Дархан Сатыбалдының Түркістан облысында атқарған жұмысына жоғары баға берді. Мемлекет басшысы президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары лауазымы басқару процесі мен аймақтар арасындағы ықпалдастықты жетілдіру, өзінің тапсырмалары мен шешімдерінің жергілікті жерде орындалу барысына бақылауды күшейту, сондай-ақ қабылданған шаралардың сапасын жақсартып, азаматтардың мемлекеттік институттарға сенімін нығайту мақсатында енгізіліп отырғанын атап өтті. Сонымен қатар президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасарына нақты міндеттер жүктелді. Мемлекет басшысы бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің төрағасы Марат Омаровты қабылдады. Президентке агенттік төрағасы ведомствосының бақылау функцияларын орындау жөнінде, оның ішінде былтыр қабылданған монополияға қарсы шаралардың нәтижелері туралы есеп берілді. Қасым-Жомарт Тоқаевқа негізгі тауар нарықтарында шоғырлану деңгейін төмендету және экономиканы ырықтандыру жөніндегі шаралар туралы жарлыққа сәйкес жекешелендіру бағытында атқарылған жұмыстар жайында баяндалды. Агенттік монополияға қарсы 97 істі тергеп тексеруді аяқтаған. Марат Омаров бәсекелестікті дамыту жөніндегі 2025 жылға арналған жоспарды таныстырып өтті. Монополиялық нарықтардағы бағаға бақылауды күшейту, тергеп тексерулер мен нарықты талдаудың тиімділігін арттыру үшін заңнамаға тиісті өзгерістер әзірленді. Агенттіктің цифрлық экожүйесін құру мен дамыту жоспарланып отыр. Бұл жасанды интеллект технологияларына негізделген ақпараттық сараптамалық жүйені, цифрлық портал мен талдау құралдарын қамтиды. Сонымен қатар мемлекет басшысына Марат Омаров Қазақстан футбол федерациясының президенті ретінде отандық футболдың әлеуетін көтеру және еліміздегі балалар мен жасөспірімдер спортын қолдау жоспарын таныстырды. Кездесу соңында президент бәсекелестікті дамыту бойынша бірқатар тапсырмалар берді.